Армысыздар ағайын. Біздің бүгінгі тақырыбымыз үлкен үй жайлы болмақ. Өйткені бауырларымыз үлкен үй туралы сұрап жатқаннан кейін соны түсіндіріп берейік деп қолға алып жатқан жайымыз бар. Өйткені біздің бала кезімізден үлкен үйдің дәстүрін естіп өстік, көріп өстік. Біздің әкеміздің үйі Жарылғап аталарымыздың Жангелді балаларының үлкен үйі болып есептелетін. Сол көрші ауылдағы қариялар, ақсақалдар біздің үйден үлкен үйден дәм татуға келдік деп келіп түсіп жататын. Сонда әжеміз қызмет етіп жүретін. Үлкен үй деген мағына, қандай мағына береді? Бұл ата бабаларының сол үйден өздерінің жаңағы еншілерін алып шыққан үйді үлкен үй дейді. Ол үйге деген құрмет, ол үйдің адамына деген құрмет, ол үйдің балаларына деген құрмет, үлкен үйдің үлкен баласы деп бізде де бала кезімізде мындаға дейін көзі көрген қариялар сыйлап өтті. Ал енді кейінгі жастар ол үлкен үйді естімегенде, көрмегенде шығар. Соның үлкен үйдің, қазіргі енді үлкен үйдің қазақтардың өмірінде алатын рөлі, оның маңыздылығы өте зор. Мына Түптіқияның өзіме шейін деген кітапта Қазбек сол үлкен үй туралы айтады, жазады. Өйткені мына Түптіқияның өзіме шейін деген кітап сол үлкен үйдің мұрасы. Мына кітап естеріңізде болсын. Бұл анау Бәйдібек атамыздың үлкен үйінің мұрасы деп біз жаздық. Үлкен үй деген үлкен үйді Бәйдібек атамыздың үш баласынан Жалманбет Зеріп анамызға берген екен да, оны біз Бәйдібек би деген кітапта толығымен жазғандықтан бұл жерге ол бүгешкесіне дейін тоқтамаймыз. Бірақ өмірінің соңын Бәйдібек атамыз Зеріп анамызбен өткізгендіктен үлкен үй Жалманбеттің балаларының ішінде Чапрашты, Ошақты ысты. Үш баласыдан сол Чапраштыға. Өйткені үлкен үйдің иесі мына Ошақтың шешесі Тұмар Қарашашлы иесі болғандықтан өз баласы Ошақтыға бергізбей, өзінің өмірінің соңына дейін апасының баласы Жапраштың қолында өсіп, қолында қалып, сол үйді Чапраштыға бергізген. Содан Чапраштан келіп, біздің қазіргі Чыбық ұшына келген кезде Чапраштың мына бескі кейінгі Шамның үш баласы малды қалды Желдіден. Бергі заманда біздің ең кіші баласы Желдінің баласы Асылға берілген. Сол Асылдан бергі заманда біздің мына Қазбекбектің әкесі Тауасар биге берілген. Тауасар биден Қазбекбекке берілген. Сол Қазбекбектен беріліп келіп, сол үлкен үйдің мұралары қазіргі Балғабек ағамыздың үйіне берілген. Енді қазір Балғабек ағамыздың үйінде осы Түптіқияның өзіме шейін деген кітап сол Бәйдібек атамыздан келе жатқан мұра. Оның ең үлкен мәселе бұл Түптіқияның өзіме шейін деген кітапта біздің 90 атамыз тұрғандықтан, бұл мен ойлаймын сол Арыс атамыздан келе жатқан үлкен үйдің мұрасы ғой деп. Енді ол Бәйдібек атамыздың үйінен бері заманнан келе жатқан 1450 жылдай болып қалған аталарымыздың мұрасы екенін оған шүбә жоқ. Ар жағында тағы 41 атаның мұрасы ма деп ойлаймыз. Өйткені біздің Арыстың 6 баласы жазылған үлкен ұлы мағлұмат бар. Бірақ бүгінгі қазақтар оны түсінуге шамасы да, ілімі де, санасы да жетпей тұр. Өйткені қазақты мынау отарлаушылар әбден азғындатып құртқандықтан бүгінгі қазақтар мына Түптіқияның өзіме шейінде де ұлы де үлкен үйдің мәселесінде түсіне алмай тұр. Өйткені көзі көрген үлкен қариялар оны білетін. Кейінгі біздің әкелеріміз, біздің құрдастардың ішінде бірен-саран болмаса үлкен үйді білмейді де. Сол үлкен үйде біздің атамыз Бәйдібек атамыз ұстаған жорық қазаны бар. Үш ошағымен, үш бұтымен, ошақ дейді ғой, ошағы бірге құйылған, үш бұтымен жерге қояды да, астына от жағып, бір қойдың еті сүйіп кетеді. Сол қазан әлі күнге дейін бар. Ол енді қазіргі үлкен үйдің иесі Балғабек ағаның кенже баласы Дулатбектің үйінде тұр. Ол қазан енді 6 қоспамен құйған, тура тай қазанның көшірмесі десе де болады, кішкене түрі. Мына Түптіқияның өзіме шейін бұл кітапта сол үлкен үйдің мұрасы. Сол Қазбекбектің жазып кеткен кітабы осы Балғабек ағаның әкесі үйіне мына шешесі біздің ұлы анамыз Нұрила апамыз ол кітапты сақтап жерге көміп, кеңес үкіметі кезінде Наурыз жандаушы болған кезде
сол сақтап біздің балғабек ағамыз соны бізге жеткізген. Енді жандары жәннатта болсын, нұрила анамыз бен балғабек ағамыздың. Бұлар енді сол қазақ үшін біздің ата бабаларымыздың тарихы өшпесін деп алла тағала өзі әдейі сақтаған кітап қой деп біз ойлаймыз. Ал тыңдағандарыңызға рахмет.